Ермаханның сүндет тойы мен Хантөренің тұсаукесер тойына дайындалып осылай бастадық. Той бастарымызды жасадық. Ауылдан Инекө келіп, көмектесіп жіберді маған. Жан-жақтан туыстарымыз келіп, осылай дайындалып тойға бардық. Бізден бұрын тақта келген адамдар келіп қойыпты. Қонақтарымыздың бары жиналғаннан кейін осылай отбасымызбен балаларымызды таққа отырғызып алып шықтық. Өзіміз бірінші рет той жасағандықтан өте қатты қобалжыдық. Тойда тек өзімізге ең жақын адамдар ғана болды. Екі жақтың туыс-туғандары мен жолдастарымыз, кластастарымыз. Тойдың жақсы өтуі тамадаға байланысты ғой негізі. Тамаданы күйеуім қателеспей таңдапты. Өте жоғары деңгейде көтеріп өткізді. Күйеуімнің кластастары да өте мықты жігіттер, барлық ойынға қатысып, өлеңдерін айтып, көңілді жүрді. Той қалай өтеді деп жүріп, тамақтың дәмін көрмеппін де. Бірақ чайный стол мен тамақ жақсы болды деген ойдамын. Күйеуімнің кластасы Мәлік деген жігітке ұлымыздың тұсауын кестірдік. Сол сияқты үлкен жақсы азамат болып өссін деп. Балаларды ойнататын аниматорлар да болған, бірақ оларды видеоға түсіріп алып үлгермедім, себебі олар астында бірінші этажда ойнатып жүрді. Тойымызға келген адамдардың барлығы ойынға қатысып, бәрі көңілді отырды. Артынан бәрі жазып жатты, өте керемет өтті деп, солай бәрі айтып жатқанына мен өте қуанышты болдым. Шақырған қонақтарымыздың барлығы келді. Біздің тойымыз ноябрьде өткен болатын. Күннің суықтығына қарамай, жолдың жоқтығына қарамай, алыстан келген туған-туысқандарымызға, достарымызға үлкен алғысымыз шексіз. Әрине, тамадамызға да үлкен рахмет. Тойымызды күшті қылып өткізіп берді. Барлығы сұрады, қай жақтан келген тамада деп.